Баршаңа қайырлы күн. Сендермен бірге әдеттегідей Fast Money Forex. Кез келген нәрседен үзіліс керек. Крупный вывод жасағаннан кейін эмоциямен, яғни энергиямен, вдохновениемен, күш-қуатпен саудаға қайта оралайын деп шештім. Өздерің білетіндей бізде соңғы вывод крупныйлау сумма болғаннан кейін біраз уақыт менде жалпы ақша табуға деген құлшыныс болмады. Вот. Соның арқасында енді кішігірім соған байланысты перерыв алып, демалып, жеке шаруаларыммен айналысып жатырмын. Ол шаруалар әлі де біткен жоқ. Бірақ бір қуанатын нәрсе, бос уақыт жайлап уже бізде болғаннан кейін сендер үшін тағы да осындай сауданың видеосын түсіремін деп шештім. Мені күткендеріңе рахмет. Ал енді саудамызды жалғастыратын боламыз. Өздерің көріп тұрғанда бізде шотымызда $1105 тұр. Ал енді күнделікті саудамызға кірісейік. Біздің міндетіміз, біздің мақсатымыз қазір табыс табу. Ал енді бастайық. Депозит, конечно, аздау, кәдімгідей аз. Сондықтан да енді жақсы бір рисковать етпесек, бұл жерде енді алдыға қарай қозғалу, жылжу қиындау болады. Әзірше давайте депозитіміздің 10%-мен тәуекел жасап, торговля жасап көрейік. И дальше больше көретін боламыз. Кәдімгі сауданы ұмытып қалған екем, но все же енді қолдан келгенше өзіміздің праймімізге, яғни пигімізге қарай кірісуге тырысатын боламыз, әрине. Бізге керек өздерің білетіндей, әлбеттегідей 1 минуттық таймфрейм, және бізде 1 минуттан төмен уақыттар, сделка ашу уақыттары. Осы параметрлерді қолдану арқылы анализ жасап, мен қазір нарықта табыс табайын деп жатырмын. Ал енді кірісейік. Пока что таңғы уақыт болғаннан кейін ситуациялар енді ойдағыдай болмауы мүмкін. Түсініксіз болуы мүмкін, бірақ енді табатын адам кез келген уақытта жалпы амалын тауып, кіретін уақытта кіре алады. Жалпы бізде давайте көзіміздің алдындағы фактқа сүйене отырып, анализ жасап, ситуацияны өзіміздің пайдамызға асырып көрейік. Жалпы табыс табу трейдингте мүлдем қиын емес. Кез келген ситуациядан бір өзінің пайдалысын алып, табыс табуға болады. Именно біздің үйреткен нәрселерімізден кейін жалпы ол нәрсені жасау мүмкін, то есть қиын емес. Мысалға бізде обычный факт, мынақта бізде мысалға BPR бар. Осы BPR-ға қазір бізде баға келе жатыр. Соответственно, осы диапазоннан қазір бізде шартовая реакция алу керек. Вот. Өздерің көріп тұрғандай, міне көз алдарында реакция болды. Мен ауызбен айтып түсіндіріп жатқан кезде уже баға өзінің реакциясын алып кетті. Ал дәл қазір бізде не болу керек? Біздің бағаны болжаудың теориясы бойынша біздің нарықтағы именно целіміз, нарықтағы минимум тұғын, оған бізде баға резко қазір барып агрессивно қозғалып жатыр. Жалпы сендерге түсіну керек нәрсе, рынокқа қарсы шығу емес, рынокпен бірге табыс тауып, өздерінің депозиттеріңді көбейту, және сол арқылы үлкен табысқа шығу. И ол нәрсе дұрыс, яғни сапалы түрде білім алған кезде, сол білімді практикада сапалы түрде қолданған кезде жасалатын нәрсе. И шыны керек, ол нәрсе особо қатты қиын емес. Бірақ ол нәрсеге жету үшін де кәдімгідей бір шыдам керек, одан бөлек тоқтамай әрекет жасау керек. Ал оны екінің бірі жасай алмайды, поверьте мне. Бір екінші минус жасағаннан кейін сразу бастан түсіріп, мойындарын, то есть беріле салады ғой адамдар. Менікі емес шығар. Неше түрлі ойлар келеді, олардың барлығын айтпай қоя салайын. Сендерді сағынып қалғаннан кейін енді әңгімені ұзағынан айтып жатырмын. Ол үшін енді айып етпейсіңдер ғой. Бірақ енді видеоны қалай жүргіземін, 100% толыққанды, енді ол менің өзімнің жұмысым, жайда міндетім. Сондықтан да сендердің міндеттерің ақпаратты сіңіру, ал менің міндетім сендерге көрсету, және де сендерге үйрету. Ал енді кірісейік. Арнаны жаңа көргендерге түсінуге оңай болу үшін 5 жасар балаға түсіндіруге тырысатын болам. Детально, как положено. Сондықтан да кірісейік. В целом, нақты фактқа сүйенетін болсақ, давайте просто вот алып, чтобы сендер көздерің үйрену үшін ситуациялар талқылайық. Бізде астыңғы жақта ликвидность шешілді, баға жоғары қарай кетті. Осы ликвидностьтің арқасында шешілген.
Одан кейін барып мына жақтағы біздің имбаланстың диапазонын толтырғаннан кейін баға бізде обратно төменге қарай кетіп мына жақтағы біздің rejection блоктан жоғары қарай реакция алды. Көріп тұрсыңдар ғой, рынок поэтапно шаг за шагом қозғалып жатыр. И бұл нәрсе қайталана береді. Осылай сендер дұрыс анықтауларың керексіңдер. Сендердің басты мәселелерің, яғни проблемаларың сол. Мына жақта бізде ликвидность бар, ол ликвидность бізде міндетті түрде шешілуі керек. Мына жақта бізде баға имбаланстан медвежий реакция алып, то есть толыққан толтырып, және төменге қарай кетіп қалды. Төменгі жақта бізде мына жақта имбаланстың диапазоны бар, одан бөлек бізде reset point бар. Яғни бізде точка сброса имбаланстың диапазонындағы бірінші тест жасаған, яғни имбалансты толтырған зонамыз біздің RP, reset point, яғни точка сброса. Осы ликвидность бізде баға үшін маңызды ликвидностьтердің бірі болып, осы ликвидность шешкеннен кейін бізде баға агрессивный жоғары қарай кетіп бара жатқанын көрдіңдер. Мына жақта бізде именно осы имбаланстың диапазонынан қатты разворот болғаннан кейін бізде осындай PPR қалыптасқан, және ол жерден бізде реакцияны бағана көрдік, сендерге түсіндіргендегідей. Одан кейін бізде баға төменге қарай түсіп, мына жақтағы ББТ-ның целін орындадық, и дальше уже в целом жоғары қарай кетіп бара жатыр қазіргі уақытта. И уже мен түсіндіріп болғаннан кейін баға төменге қарай кетіпті. Хорошо. Бұл жерде біз не істей аламыз? Просто қараймыз ликвидностьке. Қай жақтағы ликвидность шешілді, немесе қай жақтағы имбаланс толтырылды, соған қарап, короче, біз болашақ бағаның направлениесін анықтауға тырысатын боламыз. Бірақ основной фактор бізде ликвидность болып қала береді. Қараңдар, бізде имбаланс толтырылды. Одан кейін бізде баға имбаланстан кейін не істеді? Баға келіп, мына жақтағы минимумдағы ликвидностьті шешіп, ББТ-ны, яғни ББТ-ның целін орындады. Одан кейін бізде баға жоғары қарай кетіп, мына жақтағы максимум ликвидностьті шешті. Заодно мына жақтағы ликвидностьті шеше алмапты. Хорошо, мына екеуін біз просто равный хай ретінде қалдырып кетеміз, және болашақта осы жаққа қарай келуімізге мүмкін екенін түсінеміз. Көрдіңдер ғой? Осылай сендерге цель анықталады. Қазір бізде не болып жатыр? Мына жақтағы ликвидность шешілді краткосрочный. Енді біздің целіміз мына жақтағы хайға бару, или көреміз қазір. Уже мына жаққа қарай кетіп қалыпты. Көрдіңдер ғой? Бізде мына жақтағы ликвидностьтің шешілуі уже мына жақтағы біздің мына жаққа дейінгі, короче, мына жаққа дейінгі ликвидностьтерге қарай алып келген. Көрдіңдер ғой? Баға ликвидностьтан ликвидностьке қарай қозғалып отыратын болады осылай, поэтапно. Енді қазір бізде таңғы уақыт болғаннан кейін бұл ситуация агрессивны, кәдімгідей тез болды, и тез болып жатыр. Ол нәрсемен смириться ету керек енді. Так что пара ауыстырып, бір более спокойно қозғалып жатқан параны таңдасақ болады. Осының өзінде көрдіңдер ғой, қандай құнды ақпаратты алдыңдар, қандай досконально түсіндіруді көрдіңдер да. Тура осындай деңгейде жалғастыра беретін болсаңдар, миларыңда сапалы ақпарат қалыптасады, және болашақта саудаларыңда ол нәрсе сендердің өзінің рөлін ойнайды. Сендер автоматом, короче, мен көрген ситуацияны көріп, миларың өзі последовательно көреді, и потом уже дұрыс шешім қабылдап үйренесіңдер. Сондықтан да міндетті түрде қолдауларыңды білдіріп, лайктарыңды басып ұмытпаңдар. Мынау енді түсініксіз қозғалыс. Просто бұны өтіп кете салайық. Так. BHT SNI OTC парасы, ликвидность бізде шешілді. Көріп тұрғандарындай, мына жақта бізде ББТ лонговый еді, баға оны орындамады. ББТ лонговый, баға оны орындамады, значит бізде жоғарғы жақта ликвидностьтің көбеюі болып жатыр. Но бір мән беретін жайт бар бізде. Жоғары жақтағы имбаланс толтырылып қойған, максимум баға бара алатын мүмкін жер, ол бізде мына жақтағы ликвидностьтар. Осы ликвидностьтарға баға максимум бара алу керек, то есть бару керек. Давайте бір сделка ашып жібере салайық 1 минутқа деп, но енді 1 минут негізі көптеу болып кетті. Хорошо, келесі жолы енді азайтатын боламын, короче. Бұрындар білетіндеріңдей 1 минутқа сделка ашып, тек қана 1 минутқа ашатын едім ғой. Не меньше, не больше, короче. Соның арқасында енді әдет болып қалған ғой. Но ол әдетті негізі өзгерту керек. Но в целом мен неге жоғары деп сделка аштым? Ол нәрсеге не талшылық берді маған жоғары сделка ашуға? Ол бізде астың жақтағы мынау ликвидностьтің шешілуі. Және ол ликвидность шешілуі бізде бағаның мына жақтардағы ликвидностьтарға баруы мүмкін екенін айтады. Баруға міндетті емес, баруы мүмкін деген айтады. Енді сол мүмкіндігін көретін боламыз. И не забывайте, что мына жақта бізде бағаны төменге қарай жіберетін үлкен rejection блоктың зонасы бар екендігін. И ол бізде бағаны резко жоғары қарай, то есть төменге қарай жіберіп жіберу мүмкіндігі бар. Вот. Это не отменяет фактора, да? Төменге қарай резко кетіп қалудың факторын жоққа шығармайды. Сондықтан да сендер осындай факторлардың барлығын ескеріп, дұрыс нарықта көрдіңдер ғой, уже соңғы секундта минус болайын деп қалды. Көрейікші қазір. Уже плюс болып үлгерген екенбіз. Көрдіңдер ғой, мына жақтағы диапазондағы біздің бағаның төменге қарай давлениесі настолько көп, бізде
сделкамыз емес болып жабылайын деп қалды. Осыны сендерге айтып түсіндіріп отырып жатқан кезде болған нәрсе, көрдіңдер ғой. Вот сендер мысалға нарықта осылай сауда жасау барысында өздеріңнің плюстерің мен минустеріңді осылай разбор жасамасаңдар, мысалға неге дұрыс кетіп бара жатып бұрыс болып кетті, неге плюс болып кетіп бара жатып минус болып кетті, соның барлығын зерттемейтін болсаңдар, сендерде алдыға қарай жылжу прогресс болмайды. Самое главное одан кейін қадамды, яғни сауданы жалғастыру. Вот қателіктен кейін сына салу ол әлсіздің белгісі, то есть әлсіздіктің белгісі. Жалғастыра беру керек, ештеңеге қарамай. Сол кезде ғана жалпы өсуге болады. Өсудің единственный жолы сол. А в основном бізде в целом не істедік? Астыңғы жақта ликвидностьтің шешілгенін көріп, жоғарыда сделка аштық. Дұрыс қой, И соның арқасында бізде жоғары кеттік 1 минуттың көлемінде. Вот именно сол 1 минутқа ашуға қорыққаным содан. Нарықтағы мен rejection блоктың диапазонын көріп, содан қорқып, короче, одан аз уақытқа, яғни 10 секундқа, 15 секундқа или 30 секундқа аша салғым келген. Вот. Давайте жалғастырайық. Бір сделка бізде кетті, $101 таза табыс. Дәл қазіргі уақытта евро-USD OTC парасы бізде ликвидностьпен жұмыс жасалды. На rejection блок болғанымен, бұл жерде просто баға өтіп кетсе, значит болды, ликвидность шешілді. Басқа нәрсеге бас қатырып керек емес бізде. Так, пока что баға төменге қарай құлап жатыр. Астыңғы жақта имбаланстың жоқ екендігін көріп тұрсыңдар. В целом, бірақ мынау бізде ликвидность екендігіне біз ешқандай күмән келтіре алмаймыз. Заодно бізде қарайтын болсақ, жақсылап, нарықта бізде гэп бар. Баға оған бару керек. Давайте сделкамызды төменде 1 минутқа еді осы жол ашып жібере салайық, хорошо. Бірақ енді баға, конечно же, асықпай, жоғары қарай кетіп, ошақтағы біздің rejection-ның диапазонын реакция алуы мүмкін төменге қарай. Ну, енді көретін боламыз. В целом, нарықтағы біздің разрыв именно мені бағаның ошаққа қарай баратынына көрсетіп тұр. Ал енді главный біздің вопросымыз көрсетуін көрсетеді ғой. Біз үлгереміз бе? Біздің ашқан сделканың уақытында сол жерге қарай барып үлгермесек минус боламыз, үлгерсек үлгереміз. Вот. Көрдіңдер ғой, сендерге тағы да бір қазір маңызды бір ақпарат түсіндірдім. Типа сендер бағаны қайда кететінін дұрыс білулері мүмкін, но бірақ уақыт жағын дұрыс есептей алмасаңдар, либо кеш ашып қоятын болсаңдар, немесе ерте ашып қоятын болсаңдар, сделкаларың пеші пропалы болады. Осы нәрсені де ескере білу керек, фокус қоя білу керек торговляда. Бұл нәрсені екінің бір айтпайды, поверьте мне. Сондықтан да жақсылап тұрып үйреніңдер. Бұл жерде енді бізде уақыт жетпей қалды. Но в целом дагон сделка ашсақ болады, но уақытты мен қысқартуға мәжбүрмін. Давайте бір 30 секундтан 2 сделка төмендеп ашсақ, қазір мына біздің свечамыз алған кезде. Маған солай удобно, да? Свеч алған кезде. Все, 2 сделка 30 секундқа төмендеп. И бізде астыңғы жақтағы қалыптасып келе жатқан равный лай ликвидностьта мынау біздің, мынау и мынау. Тоже бізде бағаның төменге қарай түсетін несін, желаниясын аштырады. Яғни менің ойымды арттырады да, что баға кәдімгідей төменге қарай түсетініне уже сомнение болмайды да, короче. Вероятность арттырады, короче. Былайша айтқан кезде ше. Вот. Потому что баға бекерден бекер олай әдейі қалдырып кетпейді ғой, ликвидностьтерді ше. И ол нәрсені баға бізде шешу керек та. Вот. Ликвидность деген нәрсе ол манипуляция, яғни әдейі алдау. Нарықта ликвидностьтің қалыптасуы ол бағаның ол жерге қарай барып шешуінің, то есть шешуі, енді көп жағдайда шешкісі келетінін айтады жалпы. И көп жағдайда шешеді. Мысалы, кез келген графиктегі примерге қарасақ, бізде неважно, нарықта мысалы ликвидностьті бізде баға шешкен да. Нарықтағы біздің ликвидностьті баға шеше алмаған ба? Бұл жерде енді непонятно, бірақ шешкеніне уверенмін, короче. Нарықтағы мысалы ликвидностьтерді бізде баға кәдімгідей шешкен да, мынау. Нарықтағы біздің rejection-ны реакция алып кеткен төменге қарай. Вот. Нарықтағы rejection-ны көріп тұрғандарындай последующий раз тоже реакция алғанбыз. То есть бағанағы мынау диапазоннан яқтара бізде реакция алғанбыз. Көрдіңдер ғой, қандай төменге қарай. Вот. Ондай примерді графиктің кез келгенінен таба берсеңдер болады. Мысалға мына яқтарда бізде, конечно, мына скопление болған, и ликвидность шешіп кеткен. Хорошо, мына жақта мына. Мына жақтағы минимум ликвидностьтің жақта тағы шешіп кеткен. Көрдіңдер ғой, осылай бізде ликвидностьті шешу арқылы, манипуляция жасау арқылы бізде баға қозғалады, нарық қозғалады. Сондықтан да бұл ликвидность бізде ақша. Егер де сендер қай уақытта қай ликвидностьтің шешілетінін дұрыс білетін болсаңдар, поверьте мне, ол нәрседен сендер өте үлкен ақша жасай аласыңдар, жүйеде табыс таба аласыңдар. Мысалға қараңдар, мына пример өте көп. Мына жақта бізде ликвидность шешілген, мына жақтағы біздің максимум ликвидностьтің бізде
баға сразу шешіп кеткен. Көрдіңдер ғой, осылай іздей берсеңдер болады. Міне просто қараңдар, ликвидностьпен бізде баға қалай жұмыс жасады. Шешті, жоғары қарай кетті, да? Вот, мына жақта мысалға шешіп кетті. Бұның барлығы бізде ликвидность. Міне мына жақта мысалға шешті и потом төменге қарай реакция болды деген сияқты. Вот. Мысалы мына жақта шешті деген сияқты. Осылай іздеп көре бересіңдер, короче. Сол арқылы сендер білесіңдер, да, что нарықта жалпы ликвидность пен ликвидностьті шешу арқылы, ликвидностьті қалыптастыру арқылы баға нақты жүретінін ол көрсетеді. Так, бізде екінші сделка плюске шықты. Бұл жерде енді 99 доллар 99 цент таза пайда тапқан екенбіз 92%-пен. Мына жақта 89-99. Көрдіңдер ғой, каждая сделка сайын бізде шотымыз, яғни табысымыз артып жатыр, жайда енді шотымыздың ашылатын сделка артып жатыр. Соответственно, наоборот, то есть ашылатын сделкаға сәйкес табысымыз артып жатыр. Евро-USD OTC-да бізде так сделка евро-USD ашылды. Хорошо, басқасына кірейік, қарайық, разнообразие болсын, көздерің үйренсін, хотя бір пайдалы ақпарат алып кетсеңдер деген мақсатта енді бұл жасап жатқан дүние ғой. Так, нарақта бізде қарасаңдар ликвидность шешілген, баға жоғары қарай агрессивно кеткен. Одан кейін енді арнайы бір себепке байланысты төменге қарай түскен біз. Нарақта бізде rejection блоктың зонасы бар или order блоктың зонасы бар. Осы блоктың зонасына қазір келіп тұр. И осы жерден реакция алып жатыр баға. Давайте осы жерден неге 3 секундқа ма сделка ашып жібермеске. Но былай жасайық. Менде сет ұстамай қалған сияқты. Жоқ, ұстап тұр екен. Wi-Fi ұстамай қалды. Бәсе, қатып қалған сияқты көрінді да. Сендерге де байқалды ғой, менде қазір связь қуып жатқаннан кейін осындай болып жатыр. Так, қазір бізде сәл төменге қарай түсіп келе жатыр баға. Жоғары қарай сделка ашамыз дедік, Хорошо. Мына жақта бізде блоктың диапазоны бар или бізде rejection блоктың диапазоны бар. Қазір бізде осы блоктың ішіндеміз. Rejectionге қазір біз түсіп көре жатырмыз, короче. Көретін боламыз. Пока әлі түскен жоқпыз. Хорошо, осы свечаны жабылған күре салайық. И дальше уже шешім қабылдасақ болады. Пока мен қысқа сделка ашқым келіп отыр, короче, 3 секундқа. Так, мына свечаның қалай жабылуы бізде келесі свечамыздың, яғни бағаның қайда қарай, ары қарай қайда кететінін анықтайды. Ол нәрсені бағаны болжаудың теориясында түсіндіріп айтқанмын. Ол бізде үйретілген. Значит, төменге қарай кетеді деп тұр. Вот. Бізде все-таки нарықтағы борьбаның результаты бұл бізде медведьтер, яғни продавецтер. Свечаның қызыл болып жабылуының өзі, мен сендерге айтқандай, ол бізде қазіргі уақытта покупательдер емес, продавецтер, короче, не болып тұрғанын, яғни көрсетіп тұр. Преимуществода болып тұрған. Соның арқасында мен сразу 3 секундқа сделкамды ашып, өзім сделкам плюске шығардым. Вот. Көрдіңдер ғой? Сделка ашылды. Резко жоғары қарай кетті. Бұл бізде манипуляция. Оны да мен сендерге айтқам, кез келген свеча жоғары қарай кетпей тұрып төменге қарай кетеді. Егер төменге кеткісі келетін болса, или жоғары қарай кететін болса, бірінші жоғары қарай кетпей тұрып төмен қарай кетеді. Ол манипуляция. Бірақ көріп тұрғандарындай бағаның последующий раз қозғалысы мынау қазіргі төмен болып тұр. Просто бізге маңызды, біз мән беретін нәрсе ол просто мынақтағы біздің свечамыздың қып-қызыл болып жабылуы болды. Және біздің келесі свечамыздың, яғни келесі сделкамыздың төмен ашылуы болды. Басқа нәрсеге сендер особо қатты мән бермейсіңдер. Но самое главное, мен сендерге қазір манипуляцияны көрсеттім. Бұның барлығы біздің видеода айтып қойған ақпараттар. Бір жақсы, бір пайдалысы, сендер новичок болсаңдар, короче, сендер бұны білмейсіңдер да, и қазір біліп тұрсыңдар. Так что қуаныңдар. Атақ мен бұны негізі видеоларында айтып қойғанмын. Сондықтан да бізде бұрына көріп жүргендер біледі. Ой, енді, конечно, интернеттің баяу ұстап жатқанына айып етпеңдер, енді білмеймін, таңғы уақыт болғаннан кейін возможно сондай болып жатыр. Но особо енді бізде бұндай задержкалар, яғни болмаған. Wi-Fi дұрыс жасамай жатқаннан кейін ба, возможно, болып жатқан нәрсе ғой енді. Шот аз.
Так что пахать ету керек, жұмыс жасау керек. Бұндай аш счетпен менде опыт біраз болған жұмыс жасамағалы. Сондықтан да меньше слов, больше дел. Но сағындым сендерді. Сондықтан да енді пока оралған видеомда көп сөйлегеніме мән бермейсіңдер ғой. Себебі енді сендермен осылай контакт жасамасам басқалай енді болмайды. Барлық нәрсенің баланста болу керек қой, барлық нәрсе. Данный момент бізде не болып жатыр? Мына жақта бізде ликвидность бар, баға оны шешіп жатыр. Бұл бізде факт. Енді осы фактке сәйкес біз келесі қадамымызды ойластыратын боламыз. Давайте асықпай қадам жасайық. Аз уақытқа сделка ашайын деп ниеттендік. Енді онда күтеміз. Бағаның былай осы свечамыздың жабылғанын күтейік, короче. Егер де асықпайтын болсаң, көп нәрсе алуға болады. Поверьте, өте көп нәрсе. Асықпай жүріп анықпас еңбегің кетпес талға деп бекерден бекер айтпағандай, просто күтейік и все. Свеча жабылсын. Соған сәйкес келесі қадамымызды біз жасайтын боламыз. Опа. И все. Қиын ештеңе жоқ. Свечаның қып-қызыл болып жабылғанына қарай, яғни сол жабылуының арқасында мен бағаның жалпы төменге қарай кететінін ашылғаннан кейін білдім. Ол даже дураку понятно, да? Но в целом бізде баға свеча, алдыңғы свеча жабылғаннан кейінгі 3 секундтың аралығында бізде не болатынын мен білгеннен кейін алдын ала мен қазір $128 таза пайда таптым. И қазір бізде баға құлап жатыр. Ол да біздің енді қазір бағаның қайда кететінін дұрыс тапқанымыздың бір белгілерінің бірі ғой. Но в целом бізде сендер мән беретін, неге мән беретін мән берулерің керексіңдер. Бізде мына жақта баға денемен закрепление болып жабылғаннан кейін, да? Мына жақта бізде свеча, короче, ашылды, да? Мына, осы жерде ашылды, короче. Осы ашылғаннан кейін бізде, мен айттым ғой, кез келген қозғалыс жоғары қарай кетпей тұрып, бірінші төменге қарай кетеді. И наоборот. Төменге қарай кетпей тұрып, бірінші жоғары қарай кетеді. Сол жоғары қарай кеткен моментте, мына жоғарғы жағында мен просто сделкамды төмендеп аша салдым, жайде соның арқасында заранее білдім ғой, енді мен бағаның төменге қарай кететінін. И сол арқасында моментті пайдаландым да, просто сделкамды ашып, табысымды таба салдым. Көрдіңдер ғой? Бағанағыдай бізде сделканың ашылуы, жоғары қарай кетіп манипуляция болуы, и біздің сделкамыздың плюске шығуы, и все болды. Апасын деп ойлаулары мүмкін, қате деп ойлаулары мүмкін, енді әркім өз ойын ойлайды ғой. Самое главное бізде результат. Результат бар ма? Бар. И все болды. Ауызды кілттеп, просто жұмыс жасау керек, и все болды. Көп сөз боқ сөз. Дәлелдейтін нәрсені дәлелдеу керек, істейтін нәрсені істеу керек, істемейтін нәрсені түзеу керек, одан кейін істету керек. Вот. Так, жалғастырайық. И бұл методпен тоже мен, короче, сендерге видео жасап көрсеткенмін. Қателеспесем, бұл стратегия бойынша арнайы видео жасағанмын, бірақ өкінішке орай ол команданың ішінде ғана. Осы стратегия бойынша қалай жұмыс жасау керек, направление қалай анықтау керек. Но в целом енді ерінген екі шығар дейді, ерінбей әрекет жасау керексіңдер, үйрену керексіңдер. Әр видеоны жібермей көретін болсаңдар, өте алтыннан қымбат білімді, опытты алатын боласыңдар. Сондықтан да қалдырмаңдар ешқандай видеоны. Қазірдің өзінде бізде видео басталғалы бері 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка ашылды. 6 сделканың 5-еуі плюс, 1-еуі минус. Өте жақсы результат в целом. Евро-рубль. Так, қозғалыс маған ұнап тұрған жоқ. Евро-USD пропустили. Так, видео қанша уақыт жүріп жатыр? 24 минут екен. Давайте 30-ға дейін жүргізсек болады в целом бізге. Ликвидностьтің шешілуі, бағаның төменге қарай кетіп, ликвидностьті шешіп закреп болып жабылуы. Так, дәл қазір бізде болған ликвидностьтің шешілуі, келесі біздің целіміз мына жақтағы ликвидность бар, мына жақтағы ликвидностьке қарай бағаның келуі. Давайте мына свечамыздың жабылғанын күтейік десек, 30 секундтай бар. Но енді, конечно, сделка ашқым келіп тұр, но күте салған мен үшін дұрыс. Потому что асығыстық бұл жерде ешқандай бір рөл ойнамайды. Яғни сендерге только зиян тигізеді негізі. Поверьте мне, қателіктердің барлығы сендер жасап жатқан осы асығыстықтың арқасында болады. И қараңдар, өрсет ұстамай қалды менде. И мойындаңдар, асыққандық жалпы өте үлкен қателіктерге алып келеді. Жалпы саудара.
сен асығудың арқасында көп ситуацияларға мән бермей қаласың, көп ситуацияларды көрмей қаласың да. И ол нәрсенің зияны көп пайдасынан қарағанда. Асығуға болады. Сен уже асығатын деңгейге жеткен кезде ғана. Ол асығатын деңгей деген қалай? Мысалға, мен асықсам болады. Но енді менің өзіме де өзім мойындаймын, асығуға болмайды, потому что мен де пенде адам болғаннан кейін қателесемін. Но в целом бір мысалға істе мастер болғаннан кейін сендер уже асығып, оның өзінде асығып емес, жылдам істей берсеңдер болады. Ал сен новичок кезде, поверь мне, асықпай әдемілеп істеген дұрыс. Яғни тура істеген дұрыс, асықпай, чем асығып шала-шала істегеннен қарағанда. И бұл нәрсе өмірлік тәжірибемен дәлелденген. И бұл нәрсеге жалпы қарсы шығудың мүлдем қажет жоқ. Асықпай істей бер, уже жайлап үйренгеннен кейін уже жайлап жылдамдықтыра арттыра берсең болады. Ал көп случайда негізі асықпаған сендерге өзінің пайдасын тигізеді, зиянынан қарағанда. Вот. Ликвидность бар, ликвидность шештік. Так, төменге қарай кетуіміз банально керек, но жоғары жақтарда тоже бір ликвидностьтер бар. Нарақта бізде ликвидность шешіп жабылдық, но развороттың болуы екіталай. Күтеміз, пока күтейік. Нарақта бізде бірінен кейін бірін шешкен ликвидность бар, но бізде равный хай ликвидность емес. Бұл бізде нарақта ликвидность мынау шешкен, нарақта ликвидность мынау шешкен. Значит, бұл бізде просто rejection блок. И нарақтың барлығы бізде блок негізі. И именно нарақтардағы біздің төмен реакция осы блоктан болған. Көрдіңдер ғой? Бағаның төменге қарай кетуі да. Қазір бізде нарақтағы хайды шешеміз, да? Или реакция алып кетеміз, короче. Оны бізде мына свеча көрсетеді. Просто күтейік, 10 секундтай қалды. Свечаның қалай жабылуына байланысты біздің келесі шешіміз қабылданатын болады. Все-таки шештік, да? Бұл жерде енді мен арнайы бір тұжырымға келе алмаймын. Яғни шешім қабылдай алмаймын. Вот. Ар емес, бер емес болып қалды мен үшін. Вот. Rejection блок. Баға бірақ ликвидностьті шешіп кетті. В целом, жоғар жақта бізде тағы да rejection блок бар. Жалпы біздің үлкен блоктың диапазоны бар. Но в целом ликвидностьтан бізде реакция алуымыз мүмкін бе? Әрине мүмкін, но көрейік. Астыңғы жақта бізде бағанағы біз бұл жерге әлі келмедік. Астыңғы жақта ликвидность шешілмеген. Бірақ бізде в целом нарақтағы ликвидность шешкен бізде блок болып тұр по-любому. Сол блоктан реакция алып жатырмыз. Яғни жоғары қарай реакция осы жерден міне нарақтан бізде реакция алып жатырмыз. Жоғары қарай. И бізде қазір агрессивно шешіп кеткен екенбіз. Хорошо. Үлкен қозғалыстан кейін агрессивно бізде баға төменге қарай жалпы түсуге тырысады. Мына жақта енді бізде разрыв пайда болғаннан кейін мен енді мүлдем желанием жоқ. Жалпы уже не ғой, ішкі түйсікке сүйене келіп, уже мен мысалы қашып ататын болсам, бізде қашпай, значит, сендер де қашуларың керексіңдер. Потому что ол ситуация маған ұнамаса, значит, сендер де оны жасамай қоюларың керек. Себебі эксперт қашатын нәрсе, значит, ол нәрсе не емес та, жақсы нәрсе емес. Эксперттің өзі қашып тұрса, ол ситуациядан, короче. Вот мен мысалға өзім көтін білетін адамды, шамам білетін адамым, короче. Шамам жетпейтін жерге араласпаймын, шамам жетпейтін нәрсені игермеймін. И мысалға бір ситуацияда маған түсініксіз болып тұрса, мен қолымнан келмесе, мен просто алам да басқасына өтіп кете саламын, короче. Вот. И сендер де солай жасауға тиіссіңдер. И олай жасаудан ұялмаңдар, короче. Түсінбейсің, вообще ми қақпай тұрма, короче. Мүлдем түсінбей тұрсың ба? Все. Ничего страшного, короче. Просто түсінетін ситуацияны тап та, и сол арқылы жұмысыңды жалғастыра бер. Вот. Ең бастысы сендер прогрессті түсінулерің керексіңдер. Торговляның өзінде, жалпы сауданың өзінде. Әр сендердің саудаларың сайын, ол сауданың несі результаты сендерге бастарыңда особо қатты негізі қатырмау керек. Сауданың результаты независимо қандай болса да, минус болса да, плюс болса да, сендер ол нәрседен опыт аласыңдар. Немесе горький опыт, немесе тәтті опыт. Вот, горький опыт сендер минус болғанда болады. И оның өзінде мысалға кейбір адамдар бар. Сол горький опыттан опыт алмайтын, короче. Но
енді ол басқа тема. И не опыт, тәтті опытта минус боласыңдар, плюс боласыңдар, короче. Бірақ ол кездері тоже таңдайсып кететіндер бар. Көрдіңдер ғой, сендерге екі ситуацияда баланста болуларыңды сұрап отырмын, короче. Сұраймын. И мына сет мүлдем қатып жатыр ше. Возможно, енді қазір бізде жаңбыр жауып тұр, содан шығар. Бір жағынан енді мен де ұйықтаған жоқпын. Сондықтан да ойды дұрыс бір жерге жинап, короче. Именно мидың жұмысы жалпы. Енді әлсіздік бар ғой ұйықтамағаннан кейін. Ол да бір енді өзінің рөлін ойнап жатыр. В целом сауда жаман емес. Үйтіп бірдеңе қылып, короче, сделка ашып, бізде қазір енді результат мынандай болып тұр. В целом енді бұл результат идеальный. Өте тамаша, өте жақсы. Жалпы суммарында қанша тапқанымызды көргілерің келетін болса, қазір торговый профильге кірейік и көрейік. Так, за сегодня бізде 6 сделка ашылған. Прибыль бізде $416, короче. Но енді $1000 депозиттің өзіне ол өте жақсы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка ашылған, $416 прибыль. Но в целом теңгемен алып қарайтын болсақ, қазір біз әшейін жарты сағаттың примерно есінде $416 теңге. Мен 400 деп айтқан едім, негізше. Хорошо. 208 мың теңге тастағанбыз. Негізі өте көп. Себебі 200 мың теңгені айналатындар да бар, сондықтан да барға қанағат ете білу керек. Но в целом ең басты сендер ұғуларың керек нәрсе именно сол 216 мың теңгені таза пайдасын мен сендердің көздеріңше осы видеоның полностью осы видеоның ішінде тауып жасап көрсеттім да. Вот. Небәрі 30 минуттың ішінде бұл соманы табуға болатынын көрсеттім. Мен бұдан да көп таптым. Бұдан да аз тапқам. Но аз тапқан қазіргі уақытта маңызды емес. Бұдан да көп табатын едім. Оның барлығы сол видеоның ішінде болатындығын сендер қазір түсіну керек нәрсе. Именно осы мен қолданған нәрселерді қолданып, сендер бұдан 10 есе, 20 есе көп таба аласыңдар. Немесе бұдан 2 есе, 3 есе аз таба аласыңдар. Оның барлығы сендердің депозиттерің мен ниеттеріңе байланысты. Вот. Сендермен бірге болған Fast Money Forex осылай опыт алып, үйреніп шаршамаңдар. Осының барлығы өзінің жемісін сендерге тигізетін болады, өзінің жемісін беретін болады. Түсінбеген жерлерің болса, комментарийге міндетті түрде жазып кетуді ұмытпаңдар. Енді қалай айтсам болады, барынша видеоны енді оралуымды насыщенный жасауға тырыстым, бірақ енді бәрібір ұйықтамағанның өзінің әсері бар. Одан бөлек интернеттің де ұстамауы біздің жалпы видеоның атмосферасын сәл құртты десем де болады. Но енді әттең тонын келте сай ештеңке бұл жасай алмаймыз. Ең бастысы менің оралуым, ең бастысы мен қайта келуім. Осындай бір мықты контенттерден, жақсы опыттардан сендер жиі алатын боласыңдар. Жиі алып отыратын боласыңдар. Қызықты контенттердің барлығы алда. Сондықтан да хабарда болыңдар. Сендермен бірге болған Fast Money Forex, сау болыңдар. Келесі кездескенше.